ешкім супер қаһарман болып туылмайды. Және ешкім табиғатынан күшті әрі сенімді тұлға болып дүниеге келмейді. Бұлар уақыт өте жағдайдан жағдайға қарай сенің ішіңнен шыға бастайтын нәрселер. Өйткені ол сенің өзіңе қалай қарайтыныңа байланысты ішіңде өсіп келеді. Жоспар құр да жай ғана жұмыс істей бер. Сезім дерге тәуелсіз. Өйткені сезімдер кейде бір күні оянғанда бір түрлі болады, келесі күні басқа болады. Ал сезімге сүйеніп, құрылым немесе мақсат жасау пайдалы емес. Тәртіп, яғни сен қағазға жазғаныңа берік боласың, уақытыңды бөліп жоспар жасайсың. Және егер сен шынымен ауырып қалмасаң, немесе қандай да бір жоғарғы себеп болмаса, сен өзіңе уәде еткен нәрсені жасайсың. Күн сайын көптеген алаңдататын нәрселер шығады, бірақ сен жоспарыңа берік боласың. Өзіңнің жоспарыңа берік болу, менің ойымша өзіңе уәде еткен нәрсені орындау, бұл тәртіптің бір бөлігі. Қателік деген не? Әркім бір нәрсені қате жасайды, қай салада болса да. Бірақ бірінші рет қате кеткенде сұрақ туындайды, сен қалай жалғастырасың? Сен жағдайды бақылап, неге қате жасағаныңды, қателіктің неден болғанын ойлайсың. Егер екінші рет сол жағдайға тап болып, тағы да қате жасасаң, демек сен ештеңе үйренбегенсің. Бірінші рет қате жасау қателік емес. Ол түзетуге берілген мүмкіндік. Ал сол жағдайда қайта-қайта қате жасау, қайта-қайта дұрыс істей алмау, үйренуге ниетсіздіктен туындайды. Міне, нағыз қателік осы.